баршаңызға сәлем. Грек жаңғағының қасиеттері мен пайдасы туралы айтатын боламын. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Бірінші, қатерлі ісік ауруымен күресу қасиеттері. Грек жаңғағында кездесетін антиоксиданттар мен қоректік заттардың жоғары пайызы қатерлі ісік қаупін болдырмауға көмектеседі. Әртүрлі зерттеулер грек жаңғағын қабылдау қатерлі ісік қаупін қуық асты безі жағдайында 30-40%-ға дейін және сүт безі қатерлі ісігінде 50%-ға дейін төмендейтінін растайды. Жаңғақтың қатерлі ісік ауруларының алдын алуды жақсартатын кейбір қасиеттері Е дәруменіне және оның энтозелин деңгейінің төмендеуі. Гамма-токоферол сүт безі, өкпе және простата қатерлі ісік ауруымен күресуге көмектесетіні дәлелденген. Сондай-ақ жаңғақ эндотелин деңгейін төмендетеді. Бұл қан тамырларының қабынуын күшейтетін қозғалыс. Омега-3 май қышқылдары грек жаңғағында кездесетін фитостеролдармен бірге сүт безі қатерлі ісігінің өсуін баяулатуға көмектесетіні дәлелденген. Маршалл медицина университетінің зерттеушісі Элейн Хартманның айтуынша, фитостеролдар эстроген рецепторларымен байланысады. Бұл сүт безі қатерлі ісіктерінің өсуін баяулатуы мүмкін. Гарвард медициналық мектебінің зерттеулері грек жаңғағын қосатын диета қатерлі ісік гендеріне пайдалы өзгерістер енгізу арқылы коллекторларды ісіктің өсуін бәсеңдететіні көрсетті. Екінші, жүрекке пайдасы. Грек жаңғағы туралы зерттеулердің көпшілігі оның жүрек пен қан айналым жүйесіне пайдасына бағытталған. Грек жаңғағында L-аргинин сияқты амин қышқылдары бар. Олар жүрек ауруымен ауыратын немесе жүрек ауруымен ауыратын адамдарға қан тамырының көптеген пайдасын тигізеді. Гарбиш жағдайында грек жаңғағынан аулақ болғаныңыз жөн немесе оны шектегеніңіз жөн болар. Өйткені аргининнің көп мөлшері линин амин қышқылдарын азайтып, герпестің қайталануын тудыруы мүмкін. Грек жаңғағында омега-3 май қышқылдары альфа-линолен қышқылы және өсімдік негізіндегі май қабынуға қарсы және патологиялық тромбтардың алдын алады. Әртүрлі зерттеулер көрсеткендей, өсімдік майларына бай диета қолданатын адамдар инфарктқа ұшырамайды. Күніне 4 жаңғақ жеу жүректе пайдалы өсімдік негізіндегі майдың қандағы деңгейін едәуір арттырады және холестериннің сау деңгейін сақтайды. Американдық клиникалық тамақтану журналында жарияланған зерттеуде 365 қатысушының жаңғақтың жүректегі денсаулыққа пайдасы зерттелді. Олар бақылау диеталары мен грек жаңғағымен толықтырылған диеталар кезінде бақыланды. Нәтижелер холестериннің жалпы және төмен тығыздықтағы липопротеиндердің едәуір төмендеуін көрсетті. Үшінші, қант диабеті қаупін азайтады. Грек жаңғағын тұтыну екі типті қант диабетінің қаупін азайту мүмкіндігімен тікелей байланысты екендігі дәлелденді. Американдық медициналық қауымдастықтың журналында тек әйелдерге арналған есепте көрсетілгендей, бұл жаңғақтардың пайдасы бүкіл халыққа таралуы мүмкін екендігі көрсетілген. Барлығы 34 жастан 59 жасқа дейінгі 84 мың американдық әйел 16 жыл ішінде бағаланды. Күніне шамамен 28 грамм ішкен әйелдердің аптасына кем дегенде 5 рет екі типтегі қант диабетінің даму қаупі шамамен 27%-ға төмен болған. Егер тұтыну аптасына 1-ден 4-ке дейін шектелген болса, тәуекел оларды қолданып көрмегендерге салыстырғанда 16%-ға төмендеді. Нәтижелер грек жаңғағындағы диета артық қоспау керек. Бірақ калория тұтынудың аспан көтерілуіне жол бермеу үшін басқа тағамдарды алмастыру керек екендігін түсіндіреді. Және де Йель университеті қант диабетімен ауыратын 24 ересек адаммен басқа зерттеулер жүргізді. Зерттеу тұрақты тамақтануға 2 унция грек жаңғағын қосудан тұрды. 8 аптадан кейін қан ағымы және эндотелий қызметі айтарлықтай жақсарды. Төртінші, ең жақсы антиоксидант. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін маңызды компонент. Бұл тозу мен жасушалардың шамадан тыс қартаюына жол бермейді.
біз тезірек және тезірек қозғалатын және бізден көбірек талап ететін әлемде өмір сүреміз. Біздің өміріміз физикалық және психикалық сарқылуға әкелетін хаотикалық жағдайларға толы. Сондықтан антиоксиданттардың аз дозасы біздің тамақтануымызда өте маңызды. Жасы, физикалық белсенділігі, тамақтану әдеттері және денсаулық жағдайлары сияқты әртүрлі жағдайларға байланысты аз мөлшерде қажет. Грек жаңғағында бірнеше қарапайым тағамдарда кездесетін бірнеше ерекше және күшті антиоксиданттар бар. Сонымен қатар оның құрамында радикалдарды жоюға күшті антиоксиданттар бар. Сондықтан ол ғалымдардың назарын аударды. Зерттеулер көрсеткендей, жаңғақ полифенолдары бауырдың химиялық әсерінен зақымданудың алдын алады. Соңғы зерттеулердің бірінде жаңғақ полифенолдары сыналған жаңғақтар арасында ең жақсы тиімділікке ие болды. Және де осыған қорытынды ретінде жаңғақтар антиоксиданттар полифенолға бай деп айтуға болады. Келесі пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп